Ассаламу алейкум ағайын, менің атым Нұржан Тойшы. Америкадағы жігіт атты арнама қош келдіңіздер. Бұл арнаны арнайы өз достарыма, туысқандарыма ашқан, себебі әркім осы жаққа келіп көшкеннен кейін сұрайды, тұрмысың қалай, жағдайың қалай деп. Сол себептен соның барлығын әркімге бөлек жібергенше осындай арна ашып, осындай бейнелерді жасап, ішіне салып, сөйтіп таратқым келгені. Мен 2020 жылы наурыз айының 3-ші жұлдызында Америкаға отбасымен көшіп келгенмін. Қазір Лос-Анджелес аймағында Санта-Кларита дейтін қалада тұрып жатырмын. Жалпы Америкада тұрмыс туралы, көшу жолдары туралы, одан кейін Америкада мәдениет деген көріністері қандай, осы арнамда сіздерге көрсеткелі отырмын. Әркімнің қолынан келе бермейді, осында алыс жаққа жиі баруға, болмаса тіпті көшіп баруға. Одан кейін мен мына намысыма тиетін, осы біздің қазақ тілінде бір татитын бір канал таппадым мен, яғни арна таппадым. Сол себептен сіздермен бірге осы арнаның сапасын көтеріп, бір жоғарғы деңгейге көтергім келеді. Себебі орыс тілінде блогерлер өте көп, осындан ақпарат таратып жатқан, ал қазақ тілінде өте аз екен. Енді сол кетікті кірпіш болып қалан, сол кетікке барып кірпіш болып қаланғым келеді. Ал арнама қош келдіңіздер. Құда қаласа бірге болыңыздар. Осында не құбылыс, не өмір болып жатқан сізге айтып отырайын. Одан кейін мен Америкаға көшкенде, бірінші көшкенде қалай көштім, не болады екен, 3-4 ойлы болып келіп едім, өйткені білген жоқпын өмір қалай болатынын. Мен кейіннен елге қайтқым келе ма, тұрғым келе ма елде, жоқ па, сондай бір сұрақтар болған еді. Енді осы 20 күн, осы негізі қазір 45 күннен көп 50 күнде болды осы көшкеніме. Сол себептен мынандай тұрғыда тұрмын. Себебі мынандай тұрғыда тұрмын. Құда қаласа міндетті түрде екі мемлекетке де өмір сүремін. Қазақстаннан ешқандай да мен байланыс үзгімде келмейді, үзе алмаймын да. Себебі туыстар сол жақта, достарым да сол жақта, бүкіл топырағым сол жақта, әке-шешемнің сүйегі сол жақта. Сол себептен мен ешқашанда Қазақстаннан армаймын. Сол құда қаласа осы жақтың жағдайын жасап алғаннан кейін, осы жерде жағдайымды жасап алғаннан кейін, иншалла құда қаласа бұйырса елге аман-есен қайтып, сол жақта өмірімді бітірем ба деген ниетім бар, шал болған кезде. Ал қазір орта жаста болғаннан кейін, жасым 46-да, зейнетке дейін 20 жылдай бар. Мен елмен ешқандай байланысымды үзгім келмейді. Екі мемлекетке өмір сүруге тырысам. Оған әрине көп ақша табу керек, енді Алладан тілейміз. Құда қаласа ниетім сондай. Қазақтың енді бүкіл әрбір осында көшіп келген өкілдердің, әрбір ұлттың өкілдері әртүрлі көзқарастары бар осы көшкенге. Кейбіреулер болды кестім үздім деп, 5-6 жылда бірақ баратындай көшіп кетеді осында. Кейбіреулер жарты жыл осында жүріп, жарты жыл Қазақстанда жүреді. Менің де арманым сондай, жарты уақытым осында, жарты уақытым Қазақстанда өтетін болса, арманым жоқ еді. Басында кім білет мүмкін, жиі бармайын шығарым деген оймен келіп едім, сөйтсем жоқ, шыдай алмайды екен. Бәрібір өз топырағын тартады екен, бәрібір өз елін тартады екен. Мына жақта барлығы жат, шын айтайын. Мына жақта көбісі көпіртіп айтады, мен Америкада жүріп, Европада жүріп, мына рахат өмір сүріп жатыр деп. Ол рахат шығар, қарның тоқ болатын шығар, мына жақта Құдай біледі. Бірақ бәрібір көңілің жарым болады екен. Сол себебім сол көңілім жарым болмасын деп осы арнаны ашып, сіздермен араласып, осы арна арқылы сөйтіп жүргім келеді. Ал осында елден жат жерде, алыс жерде жүрген кезде мен Қазақстанмен байланыс жасағаным мен үшін ауадай қажет. Сол себептен арнама жазылыңыздар. Ол арнама жазылыңыз деп мен жалынам сіздерге. Себебі мен атақ іздеп отқан жоқпын, сіздермен көбірек танысып, сіздермен араласқым келеді. Сұрақ қойыңыздар, сол сіздің қойған сұрақтарыңызға бейнебайлы жазып беріп, осы арнама салып отырамын. Ал жүздескенше сау саламат болыңыздар.